психологқа барғым келеді, бірақ нақты запросым жоқ. Негізі адамның ішінен андай бір сезім жүреді ше, сондай ойлар жүреді, маған негізі психологқа бару керек. Хорошо, біз психологқа барамыз деген ой келеді артынан, не айтамыз? И сол кезде ой келмей қояды. Адам сол кезде миы бүкіл ақпаратты ответить ете береді. Мынау да нормально ғой, мынау да нормально ғой, или там мынаны апарсам, мынаны бүйте салмадың ба деп осуждать етеді ма деген сияқты ойларда болуы мүмкін. Неліктен? Өйткені психологқа келетін адамдардың 80-90%-ның өскен отбасыларындағы ата-анасы олар өте токсичный болған. Ондай кезде психологқа негізі, ондай отбасы өскен балалардың психологқа жетіп келуінің өзі үлкен бір жетістік. Неліктен? Өйткені олар іштерінде ондай отбасында өскен балалардың өзінің сезінулері, нақты запростарын формулировка жасауының өзі өте қиын болады. И сол ішінде, допустим, сіз психологқа келдіңіз делік, психологқа келгеннен кейін алғашқы 2-3 сеанста кейбір адамдарда немен жұмыс жасағысы келетіні, қандай бағытта барғысы келетіні анықталады. Өйткені ішінде өте көп нәрсе болады. И оның бәрімен неден бастау керек, қалай болу керек екенін, во-первых, білмеуі де мүмкін. Или болып жатса да соның барлығын просто отрицать етуі мүмкін. Все окей, все good деген сияқты да. Өйткені мен өзім мысалы осыдан 6 жыл бұрын психологқа барған кезімде, 6 жыл бұрын өзімнің алғашқы психологыма барған кезде мен 2 сағаттық сеанс алған болатын, и жыладым, тоқтамай жыладым. И сол сеанстан кейін шыққаннан кейін мен түсіндім, так, былай уже өмір сүруді жалғастырудың керегі жоқ, бізге өзгерту керек, точно көп нәрсені өзгерту керек деген менде осознание болды. И смотрите, қызығы сол, кейбір адамдар, алғашқы келген кезде психологқа жылап қалуы мүмкін, ал кейбір қатты защитный механизмі соншалықты үлкен, қалың адамдар келеді. Яғни ол адамдар өте көп қиыншылықтар көрген, өте көп сатқындық көрген, өткен өте көп қиын сәттерде өзі жалғыз әйтеуір бірдеңе етіп справляться еткен адамдар психологқа келеді. Ол кезде довериться етіп ашылуына да где-то бір 7-10, тіпті 20 сеансқа дейін уақыт керек болады. То есть оған дейін все нормально, все окей, мынау вроде бы что-то тут мынандай бір нәрсе болып жатыр, бірақ әлі онша емес деген сияқты. И даже психологтың алдында көбінесе өзінің бір идеальный версиясын ғана бастапқы уақытта ұсынуы мүмкін ондай жандар. То есть мынау да былай да болуы мүмкін, бірден келіп ашылуы да и ашылмауы да, екеуі де it's okay. И бірден келген адамда психологқа келген кезде ойламау керек та, что бірден ашылып кетем, или мынау жақсы, мынау жаман. Жоқ, екеуі де нормальный. И айтқым келетін тағы да бір маңызды нәрсе, менің сеансымнан кейін психологтың өзі психолог керек деп өзінің запростарын идеальный немесе бір ерекше санайтын адамдар, олар көбінесе нарциссистер, и олар да негізі психологқа келуі керек. Сізден кейін де психолог развалиться етпейді, ол өзінің жұмысын жақсы жасай алады. Вот солай.